Таңғы күннің алғашқы сәулесі терезеден кіріп, бөлменің еденіне алтын жолақ түсірді. Айсұлу қол арбасында отырып, сол сәулеге қарап ұзақ отырды. Аяқтары жоқ еді. 10 жыл бұрын 14 жасында болған апат оның өмірін мәңгі өзгерткен. Автобус аударылып, ол сол күннен бастап арбаға таңылған. Тағы бір күн, деп ішінен күрсінді. Қолмен арбаның дөңгелегін ақырын итеріп, терезеге жақындады. Көшеде жасөспірімдер жүгіріп бара жатты, біреулері күліп, біреулері телефондарын қарап. Айсұлу оларға қызғанышпен қарады. Мен де солай жүгіргім келеді. Қанша жыл болды, әлі де сол ой келеді. Есік ашылды. Анасы Гүлнәр апай қолында ыстық шайы бар тостағанмен кіріп келді. Қызым, таңғы ас дайын. Бүгін дәрігерге барамыз, ұмытпа. Айсұлу күлімсіреді, бірақ күлкісі жасанды еді. Жарайды, апа. Мен дайынмын. Шай ішіп отырып, анасы үнсіз отырды. Гүлнәр апайдың көзінде әрқашан бір мұң жататын. Қызының тағдырына қарап, жүрегі ауыратын. Мен не істедім, Құдайым? Қызымның бақытын неге алып қойдың деп іштей жылайтын. Айсұлу шайын ішіп болған соң өз бөлмесіне оралды. Компьютерін ашып, әлеуметтік желідегі жеке тобына кірді. Мүгедектердің шынайы өмірі деген топта ол сирек жазатын. Бүгін бірдеңе жазғысы келді. Саусақтары пернетақтада жүгірді. Кейде таңертең оянып, аяғымды істеймін. Содан соң шындық бетке ұрады. Мен арбада отырмын. Жүгіре алмаймын, би билей алмаймын. Тіпті қарапайым серуенге шыққанда адамдардың көзіне қарау қиын. Бірақ мен әлі де тірімін. Жүрегім әлі соғып тұр. Бұл жеткілікті ме? Жазбасын жариялап, компьютерді жапты. Көзіне жас келді, бірақ сүртпеді. Ешкім түсінбейді, деп ойлады. Ерлан жұмыстан кеш қайтты. 28 жастағы инженер, биік бойлы, кең иықты жігіттің бетінде шаршау айқын көрінетін. Әкесі 3 жыл бұрын қайтыс болғаннан кейін ол отбасының тірегі болып қалған. Анасы мен кіші қарындасына қарап, жеке өмірін ұмытып кеткендей еді. Үйге кіргенде әпкесі Айжан телефон ұстап отыр екен. Бауырым, мына топқа кірші. Қызық қыздар бар. Сен де жалғызсырап қалдың ғой. Ерлан күліп телефонды алды. Әпке, менде уақыт жоқ. Уақыт таппайсың, өмір өтеді. Кірші, бір жазбаны оқы. Ерлан диванға отырып топқа кірді. Айсұлудың жазбасы бірден көзіне түсті. Мен арбада отырмын деген сөздер жүрегін қозғады. Ол жазбаны бірнеше рет оқыды. Содан соң жеке хат жазуға батылы барды. Сәлем, сіздің жазбаңызды оқыдым. Өте шынайы екен. Мен де өмірдің қиын сәттерінен өттім. Әкемді жоғалтқаннан кейін бәрі өзгерді. Сіздің жүрегіңіз әлі соғып тұрғаны, бұл үлкен күш. Қолдау білдіргім келеді. Егер сөйлескіңіз келсе, жазыңыз. Ерлан. Хатты жіберіп телефонды қойды. Не үшін жаздым екен деп өзіне өзі таң қалды. 2 күн өтті. Айсұлу Ерланның хатын бірнеше рет оқып, жауап бермеді. Тағы бір өкінішті адам. Мені аяп жатыр деп ойлады. Бірақ 3-ші күні кешке жалғызды қатты басып жауап жазды. Сәлем, Ерлан, жазбаңыз үшін рахмет. Бірақ мен сізге не айта аламын? Мен арбада отыратын қызмын. Өмірім қарапайым емес. Ерлан бірден жауап берді. Зомға шыға аласыз ба? Дауыспен сөйлессек қалай? Айсұлу қобалжыды. Бірақ бір рет сөйлесіп көрейін деп ойлады. Камераны қосқанда Ерланның жүзі экранда пайда болды. Жылы күлімсіреген, қара көздері мейірімді. Сәлем, Айсұлу. Сәлем. Дауысы дірілдеп шықты. Ерлан бірден байқады. Қорықпа, мен сені аяп отырған жоқпын. Жай ғана сөйлескім келді. Сен туралы көбірек білгім келеді. Сөйлесу 1 сағатқа созылды. Ерлан өзінің өмірін айтты, әкесінің өлімі, отбасының ауыртпалығы, жұмыстағы қысым. Айсұлу алғаш рет біреуге өз апатын, арбаға таңылған күндерін, адамдардың көзқарасын ашық айтты. Мен кейде өзімді ешкімге керек емеспін деп ойлаймын, деді Айсұлу төмен қарап. Ерлан үнсіз қалды, содан соң жұмсақ дауыспен. Бұл сенің жүрегіңді өзгертпейді ғой. Сен әдемісің, ақылдысың. Мен сенің даусыңды естіп отырмын.
Ол өте жылы. Айсұлу алғаш рет күлімсіреді. Шынайы күлкі сөйлесуден кейін Айсұлуның жүрегі біртүрлі болды. Қуаныш па, қорқыныш па, өзі де түсінбеді. Келесі күні анасы бөлмесіне кіріп, телефонын көріп қалды. Қызым, бұл кім? Кеше түнге дейін сөйлесіп отырдың ғой. Айсұлу үндемеді. Гүлнәр апай дауысын көтерді. Айсұлу, сен не ойлап отырсың? Ол жігіт сені алдайды. Қайдан білесің, мүмкін аяп отырған шығар. Немесе ойыншық көріп отырған шығар. Сен арбада отырсың, қызым. Өмір қиын, сендірмеймін. Айсұлуның көзіне жас толды. Апа, ол мені аямайды. Ол басқаша болмайды. Сен тұрмысқа шықпайсың, балалы болмайсың. Ол саған не береді? Тек ауыртпалық. Айсұлу өз бөлмесіне кіріп есікті жапты. Жүрегі қатты соғып тұрды. Ерланға хат жазды. Ерлан, біз сөйлеспейік. Мен сенің өміріңді бұзғым келмейді. Мен отырған қызмын. Сен бақытты болуың керек. Қош бол. Хатты жіберген соң, телефонды өшіріп, жастығына бетін көмді. Жылады, қатты жылады. Түн ортасы. Айсұлу ұйықтай алмады. Телефоны өшірулі жатыр. Бірақ ойы Ерланда, ол не ойлайды екен? Мені ақымақ деп ойлай ма? Таңға қарай телефонды қосқанда, Ерланнан бірнеше хат келген. Айсұлу, не болды? Мен сенің сөздеріңді түсінемін. Қорқасың, мен де қорқамын. Бірақ мен сенімен сөйлескенді ұнатамын. Егер қаласаң, мен сенімен кездесуге дайынмын. Қаланың қай жерінде тұрасың? Мен келуге болады. Айсұлу хатты оқып, жүрегі еріп кетті. Бірақ анасының сөздері құлағында жаңғырып тұрды. Сен арбада отырсың. Ол ұзақ ойланды. Саусақтары дірілдеп жауап жазды. Ерлан, мен сені ұнатамын. Алғашқы рет біреуді осылай ұнаттым. Бірақ біздің болашағымыз жоқ. Мен саған тек қиындық әкелемін. Өзіңе жақсы қыз тап. Қош бол. Хатты жіберген соң, көзін жұмып, бұл дұрыс деп өзіне өз айтты. Бірақ жүрегі ауырып тұрды. Шынайы ауырды. Сол түні Ерлан хатты оқып, ұзақ отырды. Содан соң бір шешімге келді. Мен онымен кездесемін. Жай сөзбен емес, көзбе-көз. Ерлан хатты оқығаннан кейін 3 күн бойы ұйықтай алмады. Айсұлудың қош бол деген сөзі жүрегіне қадалғандай болды. Жұмыста отырып, әріптестеріне де ештеңе айтпады. 4-ші күні таңертең ол шешім қабылдады. Автомобильге отырып, навигаторға Айсұлудың қаласының ауданын енгізді. Ол нақты мекен жайын білмесе де, әлеуметтік желідегі бір посттан ауданды шамалап білген еді. Көшеде бірнеше сағат жүріп, бірнеше адамнан сұрап, ақыры Айсұлудың үйіне жақын жерге келді. Есіктің алдында тұрып, жүрегі қатты соқты. Қолы дірілдеп қоңырауды басты. Гүлнәр апай есік ашты. Кімсіз? Сәлеметсіз бе? Мен Ерланмын, Айсұлуды көруге келдім. Анасының беті бірден өзгерді. Айсұлу, мен. Сен кім болдың? Қалай таптың бізді? Сол сәтте дәлізден арбаның дөңгелегінің дыбысы естілді. Айсұлу шықты. Көзі үлкейіп, беті бозарып кетті. Ерлан, сен неге келдің? Ерлан жылы күлімсіреді. Сен қош бол дедің. Мен келмей қала алмадым. Сені көзбе-көз көргім келді. Гүлнәр апайдың даусы көтерілді. Қызым, бұл жігітті үйге кіргізбе. Ол сені алдап жатыр. Айсұлу анасына қарап, содан соң Ерланға. Кіріңіз. Бірақ ұзақ отырмаңыз. Олар қонақ бөлмеде отырды. Ерлан Айсұлудың көзіне тура қарап. Мен сені аямаймын. Мен сені ұнатамын. Алғашқы сөйлескен күннен бастап. Сен арбада отырсың деп ойламаймын. Сен, Айсұлу, жүрегіңмен, даусыңмен, ойыңмен. Айсұлуның көзіне жас келді. Бірақ менің өмірім. Мен саған жүгіре алмаймын, би билей алмаймын. Тіпті қарапайым серуенге шыққанда да ауыртпалықпын. Ерлан оның қолын ұстады. Мен саған қолымды ұсынып отырмын. Қалғаны бірге шешеміз. Келесі күні үйде дау басталды. Гүлнәр апай туыстарына хабарласты. Кешке Айсұлудың нағашы апасы мен әпкесі келді. Қызым, сен не ойлап отырсың?
деді нағашы апасы қатты дауыспен. Ол жігіт сенің арбаңды көріп, бір аптадан кейін қашып кетеді. Сен оған не бере аласың? Бала сыйлай аласың ба? Үй шаруасын істей аласың ба? Айсұлу төмен қарап отырды. Ол мені аямайды деп айтты. Аямайды. Әпкесі күлді. Барлық ер адамдар алдымен мен сені сүйемін дейді, сосын шындыққа келгенде қашады. Сен арбада отырған қызсың. Бұл шындық. Гүлнәр апай жылады. Мен сенің бақытың үшін өмір бойы күрестім. Енді бір жігіт келіп, бәрін бұзбау керек. Айсұлу бөлмесіне кіріп кетті. Жүрегі ауырды. Ерланға хат жазғысы келді, бірақ жазбады. Мүмкін олар дұрыс айтып отырған шығар деп ойлады. Ерлан өзінің пәтерінде достарымен отырды. Оларға Айсұлу туралы айтқан еді. Сен не істеп отырсың, бауырым? Деді досы Нұрлан мүгедек қызбен. Ол саған қандай өмір сыйлайды? Сен жассың, әдемі қыздар көп. Ерлан даусын көтерді. Сен оны көрмедің. Ол ерекше. Мен онымен сөйлескенде өзімді адам ретінде сезінемін. Ол мені аямайды, мен оны аямаймын. Біз теңбіз. Достары күлді. Теңбіз дейсің бе? Сен оны арбамен қалай алып жүресің? Той жасасаң, қонақтар не дейді? Ерлан орнынан тұрып есікке қарай беттеді. Сендер түсінбейсіңдер. Мен оны сүйемін. Қалғаны менің ісім. Сол түні Ерлан Айсұлуға ұзын хат жазды. Мен сенің отбасыңның қысымын түсінемін. Менің достарым да қарсы. Бірақ мен сенен бас тартпаймын. Егер сен де қаласаң, біз бірге күресеміз. Кездесейік қайтадан. Айсұлу хатты оқығаннан кейін 3 күн ойланды. Ақыры келісім берді. Олар қаланың үлкен саябағында кездесті. Ерлан келгенде Айсұлудың арбасын өзі итеріп алды. Күн жылы, ағаштардың жапырақтары желмен тербелді. Қорықпа деді Ерлан, мен саған ешқандай уәде бермеймін. Жай ғана бірге уақыт өткізейік. Олар ұзақ серуендеп әңгімелесті. Айсұлу алғаш рет күлді, шынайы, еркін күлкі. Ерлан оған балмұздақ сатып әкелді, өзі қолмен ұстап берді. Күн батқанда Ерлан арбаны тоқтатып алдында тізерлеп отырды. Айсұлу, сен маған ұнап қалдың. Мен сенің арбаңды көрдім, бірақ сенің жүрегіңді көбірек көрдім. Айсұлуның беті қызарды. Ерлан ақырын еңкейіп оның маңдайынан сүйді. Алғашқы жұмсақ поцелуй. Айсұлуның жүрегі қатты соқты. Бұл шынымен болып жатыр ма деп ойлады. Келесі аптада Айсұлудың денсаулығы күрт нашарлады. Арқа ауруы күшейіп, дәрігер ауруханаға жатқызуға кеңес берді. Гүлнәр апай қатты қорықты. Қызым, көрдің бе? Бұл жігіт келгеннен кейін бәрі нашарлады. Айсұлу аурухана төсегінде жатып Ерланға хабарлады. Ерлан жұмыстан шығып бірден ауруханаға келді. Түнде бөлмеде екеуі жалғыз қалды. Ерлан оның қолына отырып, мен қасындамын. Қанша уақыт керек болса да. Айсұлуның көзінен жас тамды. Сен неге мұнша күресіп жатырсың? Мен саған тек ауыртпалықпын. Ерлан оның қолын қысып, сен менің күшімсің. Мен сені сүйемін, Айсұлу, арбаңмен, ауруымен, бәріңмен. Сол түні Айсұлу алғаш рет өзін бақытты сезінді. Бірақ ішінде әлі де үлкен қорқыныш бар еді. Бұл махаббат қанша уақытқа жетеді? Ауруханадан шыққаннан кейін Айсұлу өзін мүлдем басқа адамдай сезінді. Денесі әлсірегенімен жүрегі Ерланның сөздеріне толы еді. Бірақ үйге келген соң анасының қысымы қайта күшейді. Қызым, дәрігер айтты ғой, сенге тыныштық керек. Сол жігіт келгеннен бері сенің денсаулығың нашарлап жатыр. Онымен қарым-қатынасты тоқтат деді Гүлнәр апай қатты дауыспен. Айсұлу төсегінде жатып төбеге қарады. Кешке Ерланға хат жазды. Ерлан, мен көп ойландым. Біздің бұл қарым-қатынасымыз дұрыс емес. Мен саған тек ауыртпалық әкелемін. Сен жассың, саусың, ал мен арбада отырмын. Біздің болашағымыз жоқ. Мен сені босатамын. Қош бол. Хатты жіберген соң, телефонды жастығының астына тығып, жылады. Жүрегі сынып бара жатқандай болды. Ерлан хатты оқығанда қолындағы телефонды түсіріп алды. Жұмыста отырып, бірден жауап жазды.
Айсылу, сен қорқып отырсың. Мен түсінемін. Бірақ мен сені босатпаймын. Мен сені сүйемін. Ертең саған келеді. 12 бөлім, Ерланның өткені. Ерлан Айсылудың үйіне келгенде Гүлнәр апай есікті ашпады. Қызым ұйықтап жатыр деп айтты. Бірақ Айсылу терезеден қарап тұрған еді. Ерлан көшеде тұрып телефон соқты. Айсылу, шықшы. Мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Айсылу арбасын итеріп сыртқа шықты. Олар үйдің жанындағы алаңқайда отырды. Ерлан терең дем алды. Мен саған өзімнің өткенімді толық айтқан жоқпын. Бұрын менің қызым болған. Оны өте қатты сүйдім. Бірақ әкем қайтыс болғаннан кейін мен отбасыма көп көңіл бөле бастадым. Ол сен тым ауырсың, мен мұндай өмірді көтере алмаймын деп тастап кетті. Сол күннен бастап мен ешкімге сенбейтін болдым. Сенен кейін ғана жүрегім қайта жылыды. Сен менің өткенімді емдейтін адамсың. Айсылуының көзіне жас толды. Ерлан, мен де сені сүйемін. Бірақ мен сенің бұрынғы қызың сияқты тастап кеткім келмейді. Мен саған ауыртпалықпын. Ерлан оның қолын қысып, сен ауыртпалық емессің. Сен менің бақытымсың. Біз бірге боламыз. Айсылудың блогындағы жазбалар біртіндеп танымал бола бастады. Бір күні ол махаббат арбаға қарамайды деген тақырыппен пост жазды. Онда Ерланмен кездескенін, қиындықтарын аздап айтты. Пост бірнеше мың лайк жинады. Бірақ пікірлердің жартысы қолдау болса, екінші жартысы өте қатал еді. Арбадағы қызға кім үйленеді? Ол жігітті аяп отыр ғой. Бұл махаббат емес, көрсету. Қыз өзіне назар аударғысы келеді. Айсылу пікірлерді оқып, жүрегі сынып кетті. Кешке Ерланға телефон соқты. Ерлан, менің постымды көрдің бе? Адамдар не деп жатыр? Ерлан дауысы жұмсақ. Көрдім, олардың сөздері сенің шындығыңды өзгертпейді. Мен сенімен біргемін. Біз бірге күресеміз. Бірақ Айсылу түнімен ұйықтай алмады. Мүмкін мен шынымен де өзімді алдап жүрмін бе деп ойлады. Ерлан келесі аптада Айсылудың үйіне тағы келді. Бұл жолы Гүлнәр апай оны үйге кіргізді, бірақ беті қатал еді. Сен не істеп жүрсің, жігіт? Менің қызымның өмірін бұзғың келе ме? Ол арбада отыр. Сен онымен той жасап, сосын тастап кетесің ғой. Ерлан тік тұрып анасының көзіне қарады. Мен Айсылуды сүйемін. Оның арбасында, ауруында бәрін қабылдаймын. Мен оны тастап кетпеймін. Сіздің қызыңыз менің өмірімнің мәні. Гүлнәр апайдың даусы көтерілді. Сен әлі жассың. 1-2 жылдан кейін балалы болғың келеді. Айсылу саған бала сыйлай алмайды. Сен оны бақытсыз етесің. Айсылу бөлмесінен шығып дауыстап жылады. Тоқтаңдар. Менен бас тартыңдар. Мен екеуіңнің араңда тұрмын. Ерлан Айсылуды құшақтап, сен ешкімнен бас тартпайсың. Біз біргеміз. Даудан кейін Айсылу өз бөлмесінде жалғыз қалды. Жүрегі ауырды, бірақ біртіндеп ішінде бір күш оянды. Ол компьютерін ашып жаңа жазба жазды. Мен арбада отырмын. Бірақ жүрегім еркін. Махаббаттың қиындығы оны сынақ деп қабылдау. Мен өзімді қабылдай бастадым. Егер біреу мені шынымен сүйсе, ол менің арбамды да сүйеді. Жазбасын жариялаған соң, ол физиотерапияға баруға шешім қабылдады. Мен күш жинауым керек. Өзім үшін де, Ерлан үшін де. Сол күні кешке Ерланға хат жазды. Ерлан, мен сені сүйемін. Мен енді қашпаймын. Біз бірге күресеміз. Бірақ мен өзімді өзім өзгертуім керек. Ерлан жауап жазды. Мен саған мақтанамын. Мен қашанда қасыңдамын. Айсылу терезеге қарап алғаш рет күлімсіреді. Мен отырған жоқпын. Мен өз тағдырымды өз қолыммен өзгерте аламын деп ойлады. Айсылу физиотерапияға тұрақты түрде бара бастады. Денесі әлі әлсіз болғанымен рухы күшейіп келеді. Бір күні кешке Ерлан оны үйінен алып, қаланың шетіндегі тыныш саябаққа барды. Күн батып, аспан қызғылт түске боялған еді. Олар арбаны тоқтатып ұзақ отырды. Ерлан Айсылудың қолын ұстап, Айсылу, мен саған бір нәрсе айтқым келеді.
Жұмысымда үлкен жобамен байланысты басқа қалаға көшу мүмкіндігі бар. Егер келісім берсем, 1 жылға кетуге тура келеді. Бірақ мен сені тастап кеткім келмейді. Айсұлуның жүрегі тоқтап қалғандай болды. 1 жыл. Мен сенің өміріңді тоқтатқым келмейді. Ерлан, сен бар, жұмысыңды ойла. Мен күтемін. Ерлан оның бетінен сүйді. Мен сені күтуді сұрап отырған жоқпын. Мен сені бірге алып кеткім келеді. Бірақ сен келісесің бе? Жаңа қала, жаңа өмір. Арбаңмен бірге. Айсұлу үнсіз қалды. Ішінде қорқыныш пен үміт араласып жатты. Мен ойланайын. Бұл өте үлкен қадам. Сол түні үйге келген соң Айсұлу ұйықтай алмады. Мен онымен кетсем, анам не дейді? Мен өзімді жаңа ортада қалай сезінемін деп ойлады. Махаббат оны сынап жатқан еді. Айсұлудың блогы күннен күнге танымал болып келеді. Оның арбадағы махаббат туралы жазбалары мыңдаған қыздардың жүрегін жаулап алды. Бір күні оған үлкен баспасөзден хабарласты. Сіздің оқиғаңыз өте шабыттандырады. Біз сізді сұхбатқа шақырамыз. Тіпті кітап шығаруға да мүмкіндік бар. Айсұлу қатты қуанды. Бұл оның алғашқы үлкен жеңісі еді. Сұхбатта ол ашық айтты. Мен арбада отырмын, бірақ махаббатым еркін. Қоғам бізді отырған қыз деп белгілейді, бірақ біздің жүрегіміз ұшады. Егер сізді шынымен сүйсе, ол сіздің арбаңызды да, қиындығыңызды да қабылдайды. Сұхбаттан кейін көптеген хаттар келді. Бір қыз жазды: сіздің оқиғаңыз менің өмірімді өзгертті. Мен де арбада отырмын және енді үміттенемін. Ерлан сұхбатты көріп мақтанышпен телефон соқты. Сен кереметсің. Мен сенің күшіңе таң қаламын. Бірақ бұл танымалдықпен бірге жаңа сын да келді. Кейбір адамдар бұл көрсету деп жазды. Айсұлу енді оларға жауап бермейтін болды. Мен өзім үшін өмір сүремін деп шешті. Гүлнәр апай қызының сұхбатын теледидардан көрді. Көзіне жас толып бөлмесіне кірді. Айсұлу арбасында отырып кітап оқып отырған еді. Қызым, мен сенің күшіңді енді ғана түсіндім, деді анасы дауысы дірілдеп. Мен сені қорғаймын деп сенің қанатыңды кесіп тастадым ғой. Кешір мені. Айсұлу анасын құшақтап жылады. Апа, мен сізге ренжімедім. Сіз менің жалғыз анамсыз. Бірақ мен енді өз тағдырымды өзім шешкім келеді. Ерлан мені шынымен сүйеді. Сенесіз бе? Гүлнәр апай басын изеді. Сенемін, егер ол сені бақытты етсе, мен қарсы емеспін. Тек сақ бол, қызым. Сол күні кешке Ерлан келді. Гүлнәр апай оны алғаш рет жылы қарсы алды. 3 адам бірге шай ішіп ұзақ әңгімелесті. Айсұлу алғаш рет үйінде шынайы тыныштықты сезінді. Ерланның жұмысы бойынша басқа қалаға көшу туралы шешім шықты. Ол Айсұлудың келісімін күтті. Бір кеште Ерлан Айсұлудың үйіне гүл алып келді. Зерлеп отырып: Айсұлу, мен сенің арбаңды да, жүрегіңді де сүйемін. Маған үйленші. Біз жаңа қалада бірге жаңа өмір бастайық. Мен сені ешқашан тастамаймын. Айсұлуның көзінен жас тамды. Бұл жолы қуаныштан. Иә, мен келісемін. Бірақ тойымыз қарапайым болсын. Тек жақын адамдармен. Гүлнәр апай да көзіне жас алып қызының басынан сүйді. Бақытты бол, қызым. Мен сен үшін қуанамын. Той дайындығы басталды. Туыстар біртіндеп көндіге бастады. Кейбіреулері әлі күмәнмен қараса да, Айсұлудың күші оларды таң қалдырды. 1 жылдан кейін жаңа қаладағы жарық пәтерде Айсұлу терезе алдында отырды. Қолында жаңа шыққан кітабы, арбадағы жүрек. Мұқабасында оның және Ерланның суреті бар еді. Ерлан артынан келіп оны құшақтады. Кітабың өте жақсы сатылып жатыр. Сен керемет авторсың. Айсұлу күлімсіреді. Бұл кітап біздің оқиғамыз. Мен отырған жоқпын, Ерлан, мен сенің махаббатыңның арқасында ұшып жүрмін. Сол күні кешке олар балконда отырып қаланың шамдарын қарады. Айсұлу Ерланның иығына басын қойды. Рахмет саған. Сен менің қанатым болдың. Ерлан оның маңдайынан сүйді. Сен менің жүрегімсің. Біз біргеміз, мәңгі.
Эпилогта бірнеше жыл өткен соң Айсұлу мен Ерланның өмірі толық бақытқа толы болды. Айсұлу мүгедектердің құқығы үшін белсенді жұмыс істеді, кітаптары шықты, ал Ерлан әрқашан оның қасында болды. Соңғы сөз. Тағдыр адамды отырғыза алады, бірақ шынайы махаббат оны ұшырады. Мен отырған қыз емеспін. Мен сүйген және сүйген қызбын.